Егіз шал. Біздің ауылда халыққа қадірлі қос қария ғұмыр кешті. Төкен ақсақал темірден түйін түйген нағыз хас шебердің өзі болатын. Еңбекке төселіп тарамыстанған ұзын салалы саусақтарымен күріп еткізіп күй шалатында әдеті бартын. Әсіресе сүгірдің боз інгенін тартқанда өңі қуқыл тартып, қос жанары суланып кететін. Күйдің әсерінен бе екен кім білсін, кей сәттері біразға дейін тілге келмей үнсіз отыратын. Күйігін күйімен жұбатқан ақсақалдың алабұртқан астан кестен жан дүниесін біз пақыр ол кезде қайдан бағамдайық. Қашан көрсең де жұптары жазылмай жүретіндігінен болса керек, ел екеуін егіз шал дейтін. Сол қос қарияның бірі Ғибрат ақсақалдың қылығы мүлде өзгеше тұғын. Шаршы топтың көркіне айналған келісті қария майда қоңыр әңгімесімен маңайын иіріп жусататын. Сол қос томар ауылының құтына айналған қос қарияның екеуі де дүниеден ұрпақсыз өтті. Ғибаң бәйбішесімен 40 жыл оттаса да перзент сүймеген адам. Төкеңді бір шикі етке зар болып жүрген еді. Айсар апамыз дүние салғаннан кейін көп ұзамай төсек жаңғыртты. Алғаны өзінен көп жас кіші, желек жамылып жесір қалған ауылдың бір инабатты әйелі болатұғын. Жылға жетпей жеңгеміздің құрсағына сәуле бітіп, шекесі торсықтай олды болды. Төбесі көкке жеткен төкеңнің сол күнгі қуанышынан гөрі Ғибрат ақсақалдың қуанышы үстем сезілді. Жаратушыға шүкір айтып, жанары күн ұзақ боталауымен болды. Қатқан езуге күлкі, қаңсыған жанарға жас сыйлаған алла жар екі қарияның ортасында ерке тотай болып ержетіп өсті. Жабағы бұлт жөңкіген күздің сүреңсіз күндерінің бірі болатын. Төкеңнің жан дегенде жалғыз ұлы дүниеден озыпты деген қаралы хабар ауылды тікесінен тұрғызды. Қолдаяққа тұрмаған ойын баласы ауылдың ескі құдығына құлап мерт болған. Қайғыға бордай үгіліп, сай сүйегі сырқырамаған жан қалмады. Қаралы үйге көңіл айтуға көп бол біз де беттедік. Арқандай шұбатылған көпшіліктің ұзын тізбегін Ғибрат ақсақал бастап келеді. Төкең бүк түсіп жатып қалыпты. Не айтарымызды білмей аңтарылып біз тұрмыз. Кенет, «Әй, Төке!» деген Ғибрат қарияның үні өлі тыныштықты сейілткендей болды. «Төкем-ау, сен қайтасың?» «Мен қайтамын», деді сөзін одан әрі ұстап. «Алладан сұраған, алла жар сенің ғана емес, менің де алданышым еді. 4 жыл төсіңде ойнақтатып мауқымды бастың. Шүкір де, шүкір. Ал мен айтшы, менен қайғылы емессің, Төке. Құдай өзі берген жанды өз аладдағы. Бір намастың үстінде 30 ұлынан айырылған Дәуіттен әулие емеспіз. Аллаға шет болмайық. Мен емес, керісінше сен маған көңіл айтуға тиіссің, деді. Осы сөзден кейін омырау жасқа боялған Төкен қария төсектен басын көтерді. Рас, менікі асылық екен. Жаратушы иесіздер мен біздерге тек қана сабыр берсін деп жиналған жұртқа көңіл айтты. Түсінген қауым бірін-бірі ғизат етіскен қос қарияның қайсар қасиетіне таңдай қағып тамсанып жатса, базы біреулері Төкең алжыған екен, көпшілікке көңіл айтқан нес, мұндайды болады екен ғой деп көпке дейін күңкілдесіп жүрді. Ескі ауыл, зымыраған өмір. Егіз шал әлде қашан топырақ басқан төмпешікке айналған. Ит қылшығына тұнған қылаудай жалт-жұлт еткен жалған дүниеде қос қарияның соңында тек ел есінде жүретін ескі хикаялар мен мөлт еткен көз жасынан да тұнық ғибраттар ғана қалды. Ықылас Ожайұлы, оқыған Қуат Ахметжанов.